Сәлем достар, бүгін осындай кесеге әдемі обертка жасайтын боламыз. Қазір осы хит тойбастар болады, осы кесе тойбастар. Ендеше бастайық. Керек шаблонымызды шығарып аламыз. Қалай жасау керектігін мен YouTube каналға салған болатым. Сізге пустой шаблон болса болды, жасалуы оңай. Пустой шаблон кішкене дұрыс емес екен, редактировать еттім. Осылай қиямыз, сызықтары бойынша қараңыздар. Екі шетіндегі сызықтары до конца жетпей тұр. До конца қию керек болады. Қазір қараңыздар, мен прям до конца қағаздың соңына дейін қиямын, жартысына дейін қиып қалдырып кетпеңіздер, потому что жетпей қалады. Кішкене дұрыс емес екен пустой шаблоны. Бір қыздан сатып алған болатын пустой шаблонда. Керек болса маған хабарласыңыздар, мен перепродажмен тоже айналысамын. Осылай бәрін қиып шығамыз и бүктеп. Өзі жасалуы өте оп-оңай. Все болды, қиып, енді осы екі жерден ғана қайырасыздар, неке осы екі сызық бойынша. Бұл жерде 200 грамм, 230 грамм фотобумага пайдалансаңыздар болады. Мен мына жерде 260 грамм пайдаландым. Үйде бар қағаз сол алыпты, соны пайдалана салдым. Ол слишком қалың болады екен. Және де осы асты жағынан кесенің асты тұратын жерді кішкене ғана қайырамыз, қатты емес. Жабыстырған кезде ыңғайлы болу үшін. Енді кесемізді аламыз. Кесені осындай кішкентай аласыздар, диаметрін қатты үлкен кесеге келмейді этикетка. Және де биіктігі кішкене аласа болса болады. Менікі қатты биік екен. Осыған бірақ келді. Енді осылай асты жағын келістіріп, двусторонний скотчты жабыстырып, осылай бір-біріне жабыстырамыз тойбастардың шетін. Все, тойбастарымыз дайын болды. Қалағанша полубусины, үкі жабыстырсаңыз болады.